Антикор тағы бір шенеуніктің қолына кісен салды. Бұл жолы лауазымын асыра пайдаланды деп айыпталып жатқан индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің бұрынғы орынбасары Тимур Тоқтабаев. Күдікке іліккендердің арасында индустрия министрлігінің өзге де лауазымды тұлғалары бар. Тергеу мәліметіне қарағанда Тоқтабаев пен оның сыбайластары кен орнын жекеге заңсыз өткізіп берген. Яғни барлау жасалады деген жалған құжатпен су тегінге әлдебір кәсіпкерлердің қолына ұстата салыпты. Сәйкесінше ауыз бастырға алған деп күдіктенеді тергеушілер. Осындай жылмысқа әрекет салдарынан мемлекет қазынасына миллиардтар түспей қалған. Соттың санкциясы бойынша Тоқтабаев пен оның жақын туыстарының атына жазылған бағалы дүние мүлкі тәркіленуде. Оның ішінде элиталы үйлер, жер телімдері мен Майбах, Бентли сияқты қымбат маркалы бірнеше автокөлік бар. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің лауазымды тұлғалары бұрын барлау жасалған кен орындары бойынша құжаттарды әдейі жасырған. Одан кейін барлау өткізілді деген сылтаумен пайдалы қазбалар қорын аукционсыз заңсыз таратқан. Кәсіпкерлер ол жерлерді арзан бағаға алған, ал мемлекетке ондаған миллиард теңге шығын келтірген. Айта кетейік, Тимур Тоқтабаевтың жасы 41-де, әр жылдары индустрия министрлігі мен энергетика министрлігінде жауапты қызметтерді атқарған. Ал индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі орынбасарының лауазымында ол 2016-19 жылдары 4 жыл отырған. Осы аралықта ведомствода министр 3 мәрте ауысып үлгерді.